жүрсең оған сен жаман бала болмасын. Табыстырам бәрімен. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, бүгін біз кітаптың бұрышына келдік. Бізде кітаптың бұрышына көптеген кітаптар бар. Жалпаштар, мақал-мәтелдер, я балалар, тақпақтар, оның барлықтарын білесіңдер. Және Қызыл Келбек авторы ертегісінің Шарль Перро, я балалар. Біз ол ертегіні өте жақсы білеміз. Ал енді балалар, қазір кім кітап туралы маған тақпақ айтты? Айтып бере қойшы. Benim alam kopata, saçına sokuta, kata bakar, odaysa, kata pula polaha. Ой, қандай тамаша жарайсың. Кәне Жансая, сен білесің бе мақал-мәтел кітап туралы? Айт және. Kata belum bawaha, belum amat seraha. Ай, тамаша жарайсың. Ал сен кәне? Kata siapa kekana siapa. Ой, тамаша жарайсыңдар. Балалар, сендер тақпақ, мақал-мәтел жақсы біледі екенсіңдер. Ал енді жұмбақ біледі ме екенсіңдер? Мен сендерге жұмбақ жаздырамын, ал сендер шешімін табу керексіңдер. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса, аттама. Не? Kata. Ой, тамаша жарайсыңдар. Ал балалар, біз көптеген ертегілер білеміз. Қандай ертегілерді білесіңдер сендер? Шалқаннан басқа тағы ертегі білесіңдер ме? Қандай ертегі білесің? Бауырсақ, жетілақ, бақтар қыз бен мысық ертегісін білесіңдер, иә? Ал Қайсар, сенің қолыңда қандай ертегі отыр мына жерде? Salkan. Шалқан, сен жақсы білесің бе Шалқан ертегісін? Ал қане айтып бере қойшы бізге. Ata salkandı. Егіпті, иә? Yıkıktı. Шалқан қандай болып өседі? Salkan o bir öşüyordu. Сосын? Tartadı o almaydı. Ata aşağıda sakladı. Aşağıda tartadı o almaydı. Aşağı Nemeriye de sakladı. Nemeriye aşağıda tartadı o almaydı. Nemeriye etti sakladı. İt Nemeriye aşağıda tartadı o almaydı. İt mısıkta sakladı. Mısık it Nemeriye aşağıda tartadı o almaydı. Mısık kıskanda sakladı. Kıskan mısık it Nemeriye aşağıda tartadı o aldı. Тамаша, балалар, бұл жерде мына ертегіде күш бірлікте екенін білдіреді, иә? Біріксек, күшіміз көп болады екен. Жалғыз адам өзі ештеңе істей алмайды, иә? Балалар, қазір кітаптың қандай түтім жасау керек екенін ережесін сіздерге айтып берейін, иә? Кітапты жыртуға болмайды. Кітапты жыртуға болады ма? Кітапты сулауға болады ма? Тамаша жарайсыңдар. Кітапты тамақ ішкен кезде алдымызға алып отыруға болады ма? Болмайды. Өте жақсы біледі екенсіңдер, балалар. Кітап адамның досы. Кітаппен дос болайық балалар, иә? Кітап қадірін білетін жақсы балалар көп болсын.